Сіз қазір бұл видеоны жай ғана қызығып көріп отырсыз. Бірақ шындығында осы сәтте сіздің жүрегіңіз баяу, біртіндеп, тіпті байқалмайтындай етіп әлсіреп жатқан болуы мүмкін. Ең сорақысы, сіз өз қолыңызбен соған себеп болып жүрсіз. Дәрігерлердің айтуынша, адамдардың 90% жүрек ауруына өздері жасаған күнделікті қателіктердің кесірінен шалдығады. Бұл тағдыр емес, бұл дұрыс емес таңдау. Ал қазір мен сізге жүректі әлсіретіп, өмірді қысқартатын 10 қауіпті қателікті ашып беремін. Егер осы видеода айтылғандардың кем дегенде біреуін істеп жүрсеңіз, өз жүрегіңізге өзіңіз соққы жасап жүрсіз деген сөз. Бірінші, тұзды шамадан тыс пайдалану. Тұз біздің ас үйіміздің ажырамас бөлігі. Бірақ көп адам оның шынайы зиянын білмейді. Күніне 5 граммнан артық тұз қолдану жүрекке тікелей соққы. Ол қан қысымын көтеріп, тамырларды тарылтады, жүрекке қосымша қысым түсіреді. Нәтижесінде жүрек қағып, қан айналым жүйесі бұзылады. Егер сіз тамаққа дәмсіз болмасы үшін тұз қосып жүрсеңіз, шын мәнінде өміріңізден жылдарды алып тастап жатырсыз. Екінші, қозғалыссыз өмір салты. Күн сайын ұзақ отырып жұмыс істеу қазіргі заманның ең үлкен жасырын қылмысы. Физикалық белсенділіктің аз болуы жүрек бұлшық етін әлсіретіп, қан айналымын баяулатады. Жүрек бұлшық ет, егер оны жаттықтырмасаңыз, ол әлсізденеді. Күніне кем дегенде 30 минуттық серуен немесе жаттығу жүрегіңізді құтқара алады. Үшінші, темекі мен никотин. Бір тал темекі ештеңе етпейді деп ойлайтын шығарсыз, бірақ әр тал темекі жүрегіңізге бір соққы. Никотин қан тамырларын тарылтып, жүректің қан айдау жұмысын қиындатады. Темекі шегетіндердің жүрек ауруынан өлу ықтималдығы шекпейтіндерге қарағанда 2 есе жоғары. Төртінші, ұйқының жетіспеуі. Ұйқы әлсіздерге арналған дейтіндер қатты қателеседі. Түнгі 5-6 сағаттық ұйқы жүрек соғысының ырғағын бұзып, қан қысымын көтереді. Ұйқы жүрек үшін демалыс, одан айыру моторды тоқтатумен тең. Созылмалы стресс. Біз стрессті тек көңіл күйге әсер етеді деп ойлаймыз, бірақ ол жүрекке де соққы жасайды. Стресс кезінде адреналин мен кортизол бөлініп, жүрекке қысым түсіреді. Ұзақ стресс инфаркт пен инсульттың басты себептерінің бірі. Алтыншы, дұрыс тамақтанбау. Фастфуд, трансмайлар, тәтті газдалған сусындар жүрекке у секілді әсер етеді. Олар холестеринді көтеріп, қан тамырларын бітейді. Кішкентай бір гамбургердің өзі жүрек ауруының бастамасы болуы мүмкін. Жетінші, бізде су ішпеу. Көп адам сусыз жүрудің тек тері мен бүйрекке әсері бар деп ойлайды. Бірақ су жүректің де жанармайы. Су жетіспесе, қан қоюланып, жүректің оны айдауы қиындайды. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр таза су жүрек жұмысының кепілі. Сегізінші, қан қысымын елемеу. Басым ауырып тұр ғой, өтіп кетеді деп жүрсіз бе? Бұл өте қауіпті ой. Қан қысымының жиі көтерілу жүректе баяу әлсіретеді. Егер оны дер кезінде бақыламасаңыз, кенеттен инфаркт алып қалу қаупі жоғары. Тоғызыншы, дәрігерге бармау. Адамдардың көпшілігі тек ауырған кезде ғана дәрігерге барады. Бұл ең үлкен қателік. Жүрек ауруларының көбі алғашқы кезеңде еш белгі бермейді. Жылына 1 рет кардиологқа көріну өмірді ұзатудың ең қарапайым жолы. 10-шы, ағзаның ескерту белгілерін елемеу. Шаршау, кеуде тұсының қысылуы, дем жетпеу. Бұл жай ғана шаршау емес, жүректің көмек сұрау болуы мүмкін. Бұл белгілерді елемеу уақытты жоғалту. Ал жүрек уақытымен ойнауға болмайды. Жүрек біздің өмір моторымыз. Ол тоқтаса, өмір де тоқтайды. Бүгінгі видеодағы 10 қателіктің кем дегенде біреуін жасап жүрсіз бе? Онда сіз жүрегіңізді өлтіруге жол ашып отырсыз деген сөз. Дәл қазірден бастап өмір салтыңызды өзгертіңіз. Өйткені жүректі емдеу қиын, ал қорғау өте оңай. Жүрегін қорғағысы келетіндерге міндетті түрде осы видеоны жіберіп қойыңыз. Ал сіз қай қателікті жиі жасап жүрсіз?
комментарийға өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Біздің арнаға тіркеліп, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыз.